Мына зәулім сарайды қараңыздаршы. Алматының тауының бөктерінде керемет жерде салынғанда қаншама гектар жерлерді алып жатыр. Ал енді сіздерге Алматының төмен жағындағы халықтың жағдайын көрсетейін. Бұл шаңырақ, бұл жерде кімдер тұрады деп ойлайсыздар? Дәл таптыңыздар. Өзіміздің қарапайым бауырларымыз. Бір мемлекет, бір қала, бір қоғам болса да, бірақ әр түрлі жағдайда тұрып жатырмыз да, аш-шындық осы. Үйдің сыртқы келбетін көрсетейін. Бұл үй емес, зәулім сарай ғой негізі. Қараңыздаршы, осындай үй көріп пе едіңіздер? Бұл Қазақстандағы ең керемет үй негізі, ең үлкен зәулім сарай. Қазір видеоның соңында сіздерге толық көрсететін болам. Жоғарыдан көрінісі үйдің. Осындай таудың бөктерінде керемет табиғат аясында салынған. Қарағайлар, аққайыңдар. Жолдың өзі керемет, бұл жаққа жететін. Қазір жақындап сырт көрсетейін. Қандай кереметі. Осындай үйде тұратын бедіңіздер. Жақта өзен ағып жатыр. Қарасаңыздар. Тап-таза ауа. Ерекше табиғатта. Жақта парковка. Машиналарын қоятын. Енді қатты жақындамай-ақ қояйық. Бірақ сыртынан түсірейік. Жақындап. Сырт қақпаларының өзін қараңыздаршы, қандай етіп жасалған, керемет етіп жасалған. Керемет. Охрана шығып түсірмеңіз дейді. Жаңа үй жақтан шығып келе жатырмын. Қараңыздаршы, қандай ғажап табиғаттың аясына салынған үй. Керемет. Сөзсіз ғажап көрініс. Енді дұрыстап түсірмей жатсам, айып қоя бермейсіздер. Қолдан келгенше түсіріп көрсетіп жатқан жайым бар. Төмен жақтан көрінісі үйдің. Анық көрінбесе де, ол жақтан көрсетіп кетейін сіздерге. Өте үлкен салынған. Жақтардың көрініс қараңыздар. Жол енді өте керемет. Көп таулы жолдарда осылай қар күрелмейді, тұзы себіліп бұлай ертілмейді. Ал бұл жақта жол керемет жағдайда сақталған. Бір шұңқырды көрмейсіз, ойық шұңқырды. Осындай керемет зәулім сарайда тұрар ма едіңіздер? Таудың ортасында таза ауада гектар жерлермен. Бұл бір ғана емес, қаншама үйлер бар ғой. Алматының тауларында қаншама үйлерге куә болдық. Таңғалып, таңданып, тамсанып. Бұл сол үйлердің біреуі ғана. Әр қазағымыз осындай керемет зәулім сарайларда тұруға лайықты ғой. Әр қазағымызға бұйырсын осындай таза ауада, табиғат аясында керемет зәулім сарайда тұруды нәсіп етсін әрбір қазаққа. Жалпы бүгін тауға демалысқа келгем. Осы үйді көрсін халықта кішігірім ақпарат болсын ниетте. Біреулер енді үйге қарап мотивация алатын шығар, пайдасы тиіп қалатын шығар. Мына жақтағы үйлердің өзі керемет. Қарасаңыздар. Не деген
керемет етіп салынған. Хай-тек стилінде салынған екен. Өзеннің жағасында, таудың бөктерінде. Қазір төмен жақтағы үйді көрсетем. Ол жердің енді заборы жүріп өтпей кетеді ол. Өтте үлкен жерді алып жатыр. Қаншама гектар жерді. Ғажап көріністер. Бүгін сапалы камерамды алып келген жоқпын. Жай қолда бар телефонмен түсіріп келатым. Суықта телефон қатып жатыр сәл. Шыршалармен керемет көрініс. Жаңағы зәулім сарайдың көршілері бар екен осындай. Қарасаңыздар. Мына үйлердің өзі керемет салынған. Адамдар тұрмай ма, үйінде ма, шықпайды ешкім. Тып-тыныш. Көліктер ғана жүреді. Бір-екі тауға демалысқа келгендер. Ал бұлай бүгін жексенбі болса да тып-тыныш. Керемет тыныштық сезіліп жатыр. Қар белден асады. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Қолдап бөлісе кетіңіздер видеоны. Лайк басып, комментарий жазып бөлісе кетсеңіздер, ол рекомендацияға шығуына себепкер болады. Көбірек адамның көруіне себепкер болады. Солай бір қазақ тілді контентті қолдай кетіңіздер барынша. Рахмет барша көріп, тамашалап назар салғандарыңызға. Жаңағы үйден төмен, мына көршісінің заборын толық түсіріп шығайыншы. Қанша жерді алып жатқан көршісімен, мына көршісінің заборын қараңыздаршы. Қанша жерді алып жатыр. Деген байлық. Қызғанып жатқан емес, таң қалып жатқан деп есептеңіздер, ойлаңыздар. Әрбір қазақта дүние болса, осындай керемет үй салушы еді ғой негізі. Төменге өз пікірлерін жазыңыздар. Осындай үйдің қаражаты болса, не істейтін едіңіздер? Үй салатын ба едіңіздер? Әлде басқа дүниеге қолданатын ба едіңіздер? Мына жақта қазір күн салқын болып жатыр. Күн суық. Телефон қатып өшіп қалғанша түсіретін болам. Барынша не деген биік керемет етіп салынған. Мынау бұрын салынған ғой негізі соборлар. Бірақ жағдай жақсы болып тұрды. Жақсы сақталып. Қалыбын кетірмей тұр ғой. Жоқ. Таудың ішінде де тап-таза ауа, тыныш. Керемет жерде. Забор бітпейді ау деймін бұл. Қорған. Толық бірге болыңыздар. Барлығын көрсететін боламын сіздерге. Забордың ар жағында керемет ағаштар отырғызылған. Жалпы көрінбейді енді. Мынаның өзі бір 3 метрден аса биік забор ғой негізі. Қателеспесем егерде. Камераға кішкентай болып көрінеді. Бірақ десек те кәдімгідей үлкен забордың биіктігі.
мысалға шет елдерде Америка бар ма, басқа Европада ма бұлай забор салмайды ғой, негізі биік қылып, иә. Бізде осылай қоршау болады, биік қылып, ешкімге көрсетпей. Жалпы өздеріңіздің пікірлеріңіз қандай? Бұл жерде де айта кетсеңіздер, осындай забор салған дұрыс па, осындай биік қылып. Бітпейді ау деймін ғой. Қаншама гектар жерді алып жатыр. Осылай кете береміз ау. Соңы жоқ ау. Осындай ғажап табиғат аясында бүгін керемет камера алып келген жоқпын, телефонмен. Тағы да айта кетейін. Бағар мен базар дей ма қазақта? Қолда бармен түсіріп жатқан жайымыз бар. Жалпы мына үйдің сыртқы қорғанның өзі километрлеп жатыр ғой. Ол бергі беті қорған, арғы беті тау жақты да қоршап тастаған ғой осылай. Жоғарыдан көрінді да. Бұл тек бергі бетін қорған. Не деген еңбек жатыр десеңіздерші. Қаншама еңбек, қаншама қаражат жұмсалған. Бұл жақтың да иесін білсеңіздер, жаза кетіңіздер. Енді бұл белгілі шығар негізі. Көріп отырған кісілер біліп отыр, кімдердің үйлері екен негізі. Басқалар да білсін, жаза кетіңіздер төменге. Шеті жоқ сияқты бұл. Арғы кете береді. Мына жерден бір пост жасаған. Ар жақта жаңағы бас жағында бір пост болған, осында охранный пост. Енді мына жағында да бір охранный пост тұр. Ар жағын себебі мүмкін емес екен. Кеме деген. Бірақ үйлер бар екен. Бұлай қарай кете береді екен тағы да. Қарғай. Қоршау өзенмен қосып қоршалған ғой тауды.